Yeah. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer cause no one feels. Достар, мынау алдында жеңген осы 3 орынға мен мини-конкурс жасаған болатын, және осыған 3 орынды ұтқан 3 жеңімпаз бар. Егер сен осы конкурсты жеңген болсаң, яғни ВК ссылкама келіп, мен призымды алып кет. Йоу достар, тағы да мини-конкурс. Бұл мини-конкурстың призы 15.000 коин Greenvix серверінде. Егер сен осы Greenvixте 15.000 коинді ұтқың келсе, менің арнама тіркеліп, спонсорға тіркеліп, және осы видеоға 2 аккаунтыма лайк бас. Сол кезде келесі видеода сен жеңімпаз болуың мүмкінсің. Ал сәттілік, қатысып кетіңдер. Йоу, егер сен өте керемет скин мейкер таба алмай жүрсең, мен саған осы Леончиктің өзінің ВК группасын ұсынамын. Бұл бала өте керемет жұмыстарын сіздерге қуантып жасайды. Сондықтан достар, осындай скиндерді ұнатқан болсаңыз, жеңіл және деп OneTick Top деген промокодпен алсаңыз, сізге 50% өте керемет скидкамен жасайды. Сондықтан барып алып кетеміз. Көте. Достар, сіздерге өте кереметте зомбидің арнасын ұсынамын. Бұл арна өте сапалы және өте кереметте шапка басыда керемет арна. Арнасына тіркеліп, лайк басып, соңғы видеосына OneTick'тан келдім деп жазамыз. Және қазақ бауырымызды қолдап, соңғы видеосына OneTick'тамын деп жазып, тіркеліп кетейік. Және 200 подписчикке аз қалды екен, давай. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен OneTick. Яу, қалайсыздар достар? Мен деген, яғни бұл менің видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода достар, сіздер яғни видеоның превьюшкасынан көргендеріңіздей, және видеоның атынан көргендеріңіздей өте кереметте темада ойын видео түсіретін болам. Қаяқтың ойыны? Короче, достар, енді бүгінгі видеода, яғни мен YouTube'қа қалай келгенім туралы айтатын боламын. Және достар, ешек салыш бол. Достар, ренжімеңіздер. Достар, енді бүгінгі видеода мен деген өте кереметте YouTube'қа қалай келгенім туралы айтатын боламын. Және достар, енді осы видеоға 120 лайк жинап тастайық. Және достар, енді видеоны бастап айтай берейін. Достар, енді менің басында, яғни YouTube'қа келмес бұрын, яғни мен ол кезде блогер болдым, ол кезде, яғни влог түсіріп, яғни түрімді көрсетіп дегенде ғой. Ол каналда достар, мен небәрі 153 подписчикқа ғана жеттім. Достар, ол кезде мен, яғни 3 айдың ішінде дамыған болатымын. Ең басында, яғни МКП деп бұл ғой. Шатасып атам, достар, ренжімеңіздер. Так, қуады екен ғой, Так. Так, Достар, өлтіріптен. Все. Достар, енді айтай берейін. Енді бұл, яғни мен ол кезде блогер болдым. Яғни блогер болғанда каналымның аты блогер онталап болды. Достар, ол кезде превью деген, ондай превью болмайтын, вообще. Яғни канал деген ол кезде аз батқан болатын. Достар, ол кезде, яғни мен деген МКП туралы білмейтінмін. Ол кезде менің досым Райбон алып келген болатын сол МКП-ге. Достар, ең басында менде не болды? Яғни өте кереметте видеолар түсірдім. Достар, ол кезде 50 просмотрдың ішінде өзі бір 5-6 лайк жиналатын болды. Ол кезде, достар, өйтіп не істелінбейтін болды, яғни өйтіп мықты лайк жиналып, актив көрсетілмейтін болды. Және достар, сол кезде, яғни менде каналымда хейтерлер жиналды. Бір күнде, достар, ойланса 25-30 дизлайк жиналды. Сол кезде, достар, менде уже YouTube'қа деген дым желанием болмады. Сосын соңғы видеомды түсірдім де, и сол каналды, яғни пароль білмегеннен кейін мен канал сатпадым. И ол каналды жарты айдан кейін мен, сол каналға бір бала взлом жасап алған, яғни Ерниясов Санжар деген бала взлом жасап алған.
И сол бала видео түсіргенде мен жынданып кеттім. Ол каналды, яғни вузум жасағаннан кейін ол канал уже менің мықты канал, жақсы көретін канал болып қалғаннан кейін жыныма батты. Одан кейін мен оған дым демедім. И одан кейін мен МКП-ге келдім, яғни МКП-ге келгеннен кейін мен Райли деп канал ашқан болатынмын. Ол каналда достар мен 650 подписчикке жеттім да, и одан кейін мен соткам экраны быт-шыт болып қалды. Содан кейін мен ютубқа келмедім. И ол каналда достар мен не түсірдім? Ол каналда Bedwars түсірдім, и превьюлар ондай онша мықты болған жоқ. Ол кезде достар біз деген, шынымды айтайын, ол кезде маған жазыл, саған жазыл деп дамыдық. Қазір олай емес қой достар. Маған жазыл, саған жазылдым деп дамыған болатынбыз. Бірақ ол кезде достар мен актив бір видеомда 1000 просмотр болды, бірақ достар ол видеода 1000 просмотр жиналғанмен ода 120 лайк жиналды достар. Ойлаңыздар, 120 лайк. 1000 просмотрның ішінде негізі достар бір кем дегенде бір 300 лайк жинау керек, 400-300 лайк жинау керек, ал ол кезде менде тупо 120 лайк жиналды. Мен бірақ оған өте қатты қуандым, себебі ол кезде 100 лайктың өзі достар өте үлкен лайк саналды. 50 лайктың өзі достар бізге деген өте үлкен лайк болып саналды достар. Шынымды айтсам сондай. Енді достар, ол жаңағы блогер каналымнан ол 1 жылдан кейін ашып тұрған каналым болды. И және достар, ол кезде менде деген Майнкрафтты онша қатты мықты ойнай білмеймін. Қазіргі сияқты қатты ойнай алмаймын. Сол кезде достар менде шапкавам бір слитей болды. Барлық заттарым слитей болды. И достар, сол не істегеннен кейін, яғни сол каналда ашқаннан кейін, ол каналда пиар саттым, анау саттым, сөйтіп, яғни ақша тапқан болатынмын. Ол кезде біздер деген, ол кезде маған Еро деген досым көмектескен болатын ютубта, яғни пиар жасап беріп, соцсет жасап беріп тұрды. Но достар, ол каналда қазір деген бір күнде 50 просмотр жиналатын болды. Мен ютубтан сол қайтып келдім. И сол каналда видеоға тырысып, монтаж жасап, барлығын жасап, ютубқа келдім, ура деп видео салсам достар, бір күнде 50 лайк достар. 50 лайк деппін ғой, 50 просмотр. Достар, мен одан кейін достар 50 просмотрдан кейін қаяқтың видео түсіріп шабыттануы достар. Одан кейін мен алдымда ол каналда бір балаға, яғни 700 теңгеге сатып жіберген болатынмын. Имидж бәрін қоса сатып жібердім. И одан кейін достар, міне 1 жылдан кейін өте кереметтей мен онтик деп неге ашып, достар, ренжімеңіздер, айтпақшы, одан кейін мен Райли деп ашқаннан кейін, одан кейін мен айтпақшы бір канал аштым тағы да, онтаплай деп. Онтаплайда достар мен деген 200 сапқа жеткен болатынмын. Ол каналда достар мен деген не түсірдім десеңіздер, ол каналда тоже Майнкрафт түсірдім. Ол каналда бірақ мен 200 сапқа жеткен кезде, яғни каналымда актив, олда да актив қоя бастады. Және ютубқа дым желанием, вообще желание жоқ болды. И ол онтаплай деген каналды, оны сатқан жоқпын, яғни ода күнде түрімді көрсетіп стрим жасаған болатынмын. Қазір достар, бірақ мен өйтіп істемейтін болдым. МКП-ні солай дамытатын болдым. И достар, сол кезде мен деген ешкімнен пиарламай дамыдым. Райли деген каналымда только ғана мен тек кімнен ғана, кімет жаңағы Ненристен и Фелконнан ғана бір пиар алған болатым. Одан кейін ешкімнен ешқандай пиар алған жоқпын. Былай маған жазыл, саған жазылдым деп дамыдым. Себебі ол кезде мен өзім ютубтан олай көп ақша қазір сияқты ақша тапқан жоқпын. Ол кезде наоборот өзім банкротқа ұшырап жүрдім. Банкротқа ұшырап жүрдім. И ол канал қазір білмеймін, яғни онтаплай деп жазсам, ол канал шықпайды. Себебі ол каналда қазір, себебі ал бір ретте осы 1 жыл бұрын қараған кезде ода 176 подписчик болып қалған. И достар, өйстіп міне 1 жылдан кейін канал ашып отырмын, онтик деп. Достар, енді яғни сіздерге осы менің осы историям ұнаса, лайк қойып, подписаться етіп кетіңіздер. Және достар, жақында бізде 700 сапқа өте кереметтей видео болады. Яғни БВ клипс па или фуп монтаж жасаймын. И достар, енді өте кереметтей видео болды десем де болады.
Енді сіздер кішкене болса да менен, яғни ютубқа қалай келгенім туралы кішкене болса да сіздер мен туралы хабарларыңыз бар. Так, ну-ка, комбо изи, опа. Я достар, енді қасымда, яғни Асыл деген өте керемет ютубер, ПКшер бала бар. Ну, осы видеоға осы бала көмектесті. Егер сен осы видеоны көріп отырсаң, саған ат түші рахмет. Достар, енді менің осындай өте керемет видеом ұнаса, еңбегімді бағалап, лайк қойып, подписаться етіп кетіңіздер. Және достар, мини конкурсқа қатысып кетіңіздер, яғни 15.000 коин сіздердікі болады, сенікі болу керек. Сондықтан мини конкурстың шарттары өте оңай. Спонсорға тіркелесіздер, осы видеоға 2 аккаунтпен лайк басасыздар, және де міндетті менің арнама тіркелесіздер, и все, сіздер ұттасыздар. Так, енді қалған видеоны, яғни өлеммен көре берсеңіздер болады. Ал, давайте. Пока-пока, чау. Келесі видеоға дейін, осы видеоға 20 лайк жинап тастаңыздар. Гауде. Blueface, baby. Yeah, aight. You slipping, I'm sliding, bustin'. Bustin', new AP, bustin' like AP. No wings, but this is an AP, AP. No SI, these VVs. You slipping, I'm sliding, bustin'. New AP, bustin' like AP. No wings, but this is an AP, AP. No SI, these VVs. You slipping, I'm sliding, bustin'. You slipping, I'm sliding, bustin'. She gon' bust down cause my AP bustin', breaking. I'm hitting a hole like AP. Block with no safety, but I keep it for safety. APs, no wings, all VVs. Chain hanging and swinging on me like titties. Bitch, I'm literally like a titty. Diamonds on me and they bustin' like the city. This Glock do magic tricks when shit get tricky. Up the and they say if we'll only avoid any confrontation with the